Біздің қоғамда бір 2-3 нәрсені құртып жатқан 2-3 нәрсе бар. Бір тенденция бір басталды. Ойбай, анау жамағат, мынау жамағат. Жақын араласып жүрген кейбір адамдармен мен араласпай қойды. Халық Үреке, рахмет бізге келіскеніңізге, сұхбатқа. Енді өзіңізді көптен бері көрген жоқпыз. Көп көрінбейсіз өзіңіз. Немен айналысып жатсыз? Сол жағынан бастайық. Қазір Қазақ концерт бірлестігінде, гастрольдік бірлестік. Сол жерде әнші болып жұмыс жасаймын. Нені армандайсыз қазір? Жеке өміріңізге қатысты енді. Бала кезден армандап келе жатқан бір нәрсені еске алатын болсам, бұл жер жаһанды қыдырып, шарлап қайту. Соның жаңағы өзінің пункттары бар, мына жерде болу керек, мына жерде болу керек деген. Қай жерлер мысалы? Мен неге екенін білмеймін, кішкентай кезімнен ең менің үлкен арманым ол Австралияны, Жаңа Зеландияны, Исландияны, сосын Скандинавияны, сосын мына Азия мемлекеттер, Малайзия, Таиланд деген сияқты. Сосын Жапонияны. Аралдар екен, е? Сосын мен мынау мегаполистан алысырақ сондай экзотиканы жақсы көретім. Индонезия сияқты. Иә, Индонезия сияқты. Бала кезде ең бірінші арманым менің кәсіп ретінде біреуі археолог, геолог болу етін, екіншісі киноактер болу етін. Осы екеуін бірдей армандаймын. Бірақ енді геолог болған жоқ, актерді оқыдыңыз, иә? Актерді оқыдым, иә. Мектепті бітіре салып, Тараз қаласындағы ол кезде мәдени ағарту училищесі дейді. Кейін мен бітірер кезде ол мәдениет колледжі болды. Сол жерде актер бөлімін оқыдым, орыс тобында. Ол туралы тағы сұраймыз, иә? Бірақ ана арманыңыз енді әлде арман, бірақ әлде уақыт бар ғой? Енді сосын Мысырда болуды, енді оның бірең сараң орындалды. Мысырда болдыңыз, иә? Таиландта болдым. Европа мемлекеттерінде көп болған жоқпын. Европадан да мені қызықтыратын кейбір, мысалы, Венеция сияқты қалалар бар. Бірақ енді ол жерге әлі бара қойған жоқпын. Романтикалық нелер, иә? Алманияда болып қайттым. Өйткені әскерде болдым ол жерде. Кеңес заманында. Иә, кеңес заманында. Сосын Түркияда болдым. Түркияның 1-4 қаласын қыдырып қайтқан кезім болды. Енді Мысырда болдым. Әзірге осы. Иә, бала кезгі арман. Иә, бала кездің армандардың орындалғаны. Ол енді бала кезде кітапты көп оқығаннан ба? Әлде әкеңіздің жаңағы білімді, жаңағы ой-өрістің кеңдігі ма жас кезінен басталған? Соншалықты елді аралауға деген сүйіспеншілік дедім да? Сонда географияны жақсы оқытты ма? Бір себеп бар ғой оғанда енді? Әкемнің бір тікелей қатысы бар деп айта алмаймын. Бірақ енді әке балаға енді ақылшы ғой. Қателеспесем, сол кішкентай кезінде ол әкемнен естігенім, ер азамат түздің адамы, ол ел аралаған сайын көркейеді деген осындай өсиеттері еміс-еміс есімде, өйткені әкем менің ерте қайтып кетті. Ал бала кезден мен әсіресе теледидарға өте құмар болдым. Мысалы, мен орыс тілін теледидардан ешкімнің көмегінсіз-ақ үйреніп алдым десем қателеспейтін шығармын, өйткені сол 5 жасар, 6 жасар құрмаш международный панорама деген, сельский час деген мұғалімдерге арналған бағдарлама болсын, клуб кинопутешественников дейді. Сосын балаларға арналған неше түрлі бағдарлама, сосын кино жанрын өте мен бала кезден меломан болдым. Содан кейін кітапты көп оқитынмын. Бір 4-5 сыныптан бастап «Вокруг света» деген журнал болатын, соны өзім жаздырып, соны алып оқитынмын. Соның айналып келгенде, соның енді бәрібір ізі ғой. Ізі ғой, иә. Жаңағы экзотикалық елдерге барудың өзі, аралдар, мысалы, иә? Иә, ал енді актерлық мамандыққа
мен бір есімде анамның алдында отырып, кішкентай балам, адамдар қайтыс болғаннан кейін қайда кетеді? Ол мүмкін емес қой, ол жоқ болып кету мүлдем мүмкін емес сияқты қимайтынмын мысалы. Өзімді де тіпті басқаларды да анам қайтып кетсе не болады деп сол кезде қатты бір құлазып көзіме жас алғанымды есімде сол кезде. Сосын енді ондай ойлар келгеннен кейін оның шешімін іздей бастайсың ғой өзің балалық жаңағы деңгейіңмен. Сол кезде маған бір өмір деген бір үлкен керемет үлкен амфитеатр сияқты көрінетін. Сол жерде бір үлкен бір не дейміз енді бір енді сол кездегі менің Құдайды қабылдауым шығар, бір үлкен бір адам ретінде маған қарап отқан сияқты көрінетін. Сол кезде бір нәрсені бүлдіргеннің өзінде, ешкім білмегеннің өзінде өзім ұялып жүретін, сол көріп қойды-ау деп. Сол енді сонда бір жаңағы балалық абстрактылы ойлау ғой, иә? Абстрактылы ойлау, иә. Қазір осы жетіспейді ғой балаларға қазірге. Иә, балаларға кітап оқымаймыз, тек қана YouTube, телевизор, сонымен баланың ойы шектеліп қалған сияқты меніңше. Өйткені сіз айтқан буын бар, одан кейінгі біздің буын бар, кеңес үкіметінің соңғы жағын көріп қалған. Кішкене болса да шамалы кітап оқыған, иә? Біздің кезде телевизор дұрыс көрсеткен жоқ, оның да пайдасы кітап оқыдық дегендей. Сонда жаңа сіз айтқаннан кейін мен де есіме түсіп отыр да. Бала кезімізде қиялдап жаңағы сіз айтқандай бір образдар ойлапты бір. Соның бәрі кітаптан келіп тұр ғой. Кейіпкерлерде неше түрлі, иә? Менің ойын ойнауымның өзі қызық болады, мен жалғыз өзім ойнап жүретінмін. Үйде ауылда тұрдыңыз ғой, иә? Иә, ауылда тұрдық қой. Контрамарка дейді ғой. Иә. Үйдегі пештің үстіне үлкен жаңағы темір не тұратын, труба дейді ғой. Иә, тұрбасы. Сол жаңағы ескі алып тастаған сонда үлкен жаңағы труба жататын, соның ішіне ойыншықтарымды жинап қойып, соның ішінде отырып ойнайтынбыз. Достарыңызбен ойнайтын бедіңіз қалай енді? Мен қатты кішкентай кезімде көп жаңағыдай ерекшеленіп, былай жекеленіп сөйтіп ойнаған жақсы көретінмін. Есейе келе әрине көрші балалармен ойнайсың, жаңағы доқ қуалайсың дегендей, малдың артынан жүресің. Сол. Бір ауылда орыс мектеп болды ғой сонда, иә? Ауылда бір ғана мектеп, ол жерде 3 қазақ сыныбы және бір орысша сынып болатын. Ол заманда жаңағы қазақы бала бала емес, орыс бала молодец деген сондай түсінік болды ғой енді. Біз өзіміз 6 ағайындымыз, 2 ұл 4 қыз, мен үйдің кенжесімін. Алдымыздағы бір ағамызбен 3 әпкеміз қазақ сыныбында оқыды да, біз соңғы жаңағы менің алдымдағы тетелес 68 жылғы әпкем екеуміз орыс классында, орыс сыныбында оқыдық. Бірақ қиын болған жоқ па сол кейін орысшаны игеріп кету болмаса? Мен мектепке бармай жатып жаңағы теледидардан орыс тілін үйреніп алдым десем. Қиын болған жоқ қой? Иә. Маған ана жаңағы алдымдағы әпкемнің орысатыны мына бағдарламаны неменеге көресің сен, международный панорама? Бұл саған қалай сельский час не қыласың деп таң қалады, маған бәрі қызық болады. Бүгін енді кішкентай құрмаштар үйдегі тілді бұзып атқан жоқ па солай, дәл сіз сияқты? Анау бір 40-50 жыл құрмаш сияқты жаңа ютубтан орысша көріп. Менің балаларым үйде таза қазақша сөйлейді, Құдайға шүкір. Енді әзірге кім біледі ертең мектепке барғаннан кейін қандай жағдай болатын. Қазір үрдіс бар ғой, сондай тенденция, мектепке барған қазақ сыныбының балалары орысша сөйлейтін. Ал енді үйде мен рұқсат етпеймін орысша сөйлеуге, мейлінше. Тіпті жақыннан бері енді бізде тағы бір өзгешелік, біз телевизорды алып тастадық үйден. Көп нәрсені ноутбуктан жаңағы телефоннан қарап отырады. Осы уақытқа дейін, осы 1-2 ай болды күресіп жүргеніме. Орысша бағдарламаларды қарасаң ағылшынша қара деп сол қазақ тіліне кішкене көбірек мән бөлуін талап етіп жатырмын. Бірақ енді орыс тілін білгенінде зияны жоқ, артық болмайды әрине. Өйткені бір тіл білсең, бір адам, 2 тіл, 2 адамсың дегендей. Одан кейін өкінішке орай балаларға арналған кез келген жаңағы мультфильм болсын, көп дүниелер, мысалы ютубтағы барлығы орыс тілді. Біз осы жаңағы не дейміз, осы ниша бар ғой осында.
осы жаңағы саланы балалардың жаңағы ақпарат алатын саласын қазақша қамтымай жатырмыз, өкінішке орай. Әрине балалар сосын бәрін орысша көреді. Бір ойдан бір ой туады ғой, жаңағы кеше ғана жақында ғана парламентте талқылап жатқан заң отбасына байланысты, жалпы қысқаша ғана ойыңыз қалай? Енді ашып оқымағанда шығарсыз заңды енді. Бірақ енді жаңағыдай балаға қол көтерсең, бала звондауға болады, жаңағы 101-ге ма, нешеге. Звондап жерсе, милиция келеді деген сияқты осындай бір қоғамдық қатынас жалпы. Мен бұл жағдай туралы осыдан бір 10-15 жыл бұрын есімде жоқ қай жерден алған ақпаратымды. Европада бұл баяғыда сол замандарда жаңағы қоғамда қолданылып жатқан мәселе болды. Содан мен кәдімгі жиреніп шошығам. Сосын қорыққам. Бұл нәрсе бізге де бір күні болмаса бір күні келіп қалмаса екен деп. Өйткені бұл қорықпайтын нәрсе емес, бұл өте қауіпті. Баланың құқығы дейміз. Кейбір ата-аналар бар, мысалы, енді балаға дұрыс қарамайды. Ол жағдайда не болуы мүмкін? Бала деген жаңадан өсіп келе жатқан бір қалай айтсақ болады, енді теңеу ретінде бір өсімдікке теңейтін болсақ, оны күтпесек, оған су құймасақ, тіпті жеміс жаңағы көкөністерді біз жіппен байлап, ағашқа байлап, ол жеміске мүмкін бір байланған жеріне бір қатты бір қи жіберу, сондай бір қатты бір не ретінде ол қабылдауы мүмкін, бірақ ол жемістің өскен есей кезінде оның пайдасы бар екен. Мысалы, бұл жаңағыдай балама ретінде, теңеу ретінде айтып отқанымда, мысалы, баланың өсу процесінде ата-ана ықпал етпесе, оған тәк болмаса, ол бала көргенсіз бетімен кеткен, әсіресе қазақтың менталитетінде ол дұрыс нәрсе емес. Біздің қоғамда бір 2-3 нәрсені құртып жатқан 2-3 нәрсе бар. Ол әншілік, өнер, эстрада саласы. Эстрада саласын құртып жатқан бір қазір жаңа бір сөз бар. Ол сөз хит. Екіншісі, ол мысалы біздің жаңағы құрылыс саласы, ауыр жеңіл өнеркәсіп дейді ғой. Соның бәрін, мысалы, жол салу деген сияқты. Соның бәрін құртып жатқан тағы бір нәрсе бар, ол тендер. Тендер деген сөз, хит деген сөз салады. Оның кейін бүткіл телевизияны, журналистиканы құртып жатқан бір сөз бар, ол рейтинг. Ол үш нәрсе құртып жатыр. Кейінгі кезде сіз Египетке барып келгеннен кейін шығар енді тақырыптарыңызды ауыстырдыңыз, шамалы діни тақырыптар жаза бастадыңыз. Мен оған дейін діни тақырыпты жазғам. Мейірімді болайықшы бауырлан, 5 парыз деген әндер. Ол сол кезде Египетке бармай тұрып шыққан әндер. Кейін бірақ көп жазып кеткен сияқтысыз. Жоқ, көп емес. Сол қалыпта қалды. Қалды, иә. Қазір пропорция сақталды ғой әндер. Әннің қадіріне деген тыңдарманның ой өзгерді. Қазіргі әндер өскен құрмашын әндер. Тіпті менің ұстаздарым да онымен келіседі. Бірақ оны дамуды байқау үшін тыңдарманның, көрерменнің несі соған сай болу керек. Осы тыңдарманның талғамы деген нәрсе не нәрсе осы? Бізде көп әншілер айтады, тыңдарманның талғамы осы дейді. Болмаса жаңа көп әріптестерім айтады, телевидениеде болсын, басқада болсын, тыңдарманның, көрерменнің талғамы осыны көреді дейді да. Жалпы біздің көрермен болмаса тыңдарманымыздың талғамы өсті ма, әлде кейбір қазір хит деп отқан әндерді мен ән деп саналмаймын, санай алмаймын. Ол жай ғана бір көше әндері, әуесқой деңгейде тойға арналған әндер болуы мүмкін да. Ол ән емес. Мен ән деп Кеңес Дүйсекеевтердің, Сейдолла Байтегерековтердің, Шәмші Қалдаяқовтардың, Әсет Бейсеуовтардың, Қуат Шілдебаевтардың әндерін ән деп, композитор деп сол кісілерді айта аламын, мысалы. Талғам осы деген бір әдем бір ақталуы бар да? Жоқ, ол ақталу емес, ол шындық. Өйткені біз бағана айтып кеттік қой. Мысалы, телевизия, журналистика, радио бәрі нені ақпарат, нені көп береді, халық соны тыңдайды, соны тұтынады да, сол деңгейде болады.
менің балалық шағымдағы деңгей қазіргі өте қазіргіден жоғары деп айтсам қателеспейтін шығармын. Өйткені ол кезде біз мысалы концерт келсе, ол міндетті түрде жанды дыбыста болатын. Оны кәдімгі келіп ансамбль, оркестр келіп сүйемелдейтін. Ол кезде біз композицияның не екенін оқымай-ақ бір белгілі деңгейде оны білетінбіз, сезінетінбіз. Қазір халықта ол жоқ. Қазір тек қана сыртқы көріністер. Үстіндегі жылтыраған киімі, ананың ішіндегі ойсыз дабырақтаған сөздері және 2-3 нотадан құралған есте қалып кететін не дейді, бір сөз бар ғой, заразный дейді ғой қазір. Сонда бір оның өзі жаңағы бір қот дейді ғой енді. Оның өзі бір пайдаланысқа жүйе да мысалы. Соны алады да, соны тықпалай бергеннен оны көрсете бергеннен, тыңдата бергеннен халық оны алады. Бітті сол деңгейде қалады. Өспейді ары. Жалпы сіз мына дүниеге, жылтырақ байлыққа бір қатты құмар емес сияқтысыз да. Жалпы осыған сіз қалай қарайсыз? Және неге өте қарапайым жүресіз? Ол жаңағы оқыған кітаптарымнан кейіпкері, маған ұнаған кейіпкерлердің жаңағы өмірлік ұстанымдары сол маған сол бала кезден принцип ретінде қалып кетті. Әрине бақуатты, жағдайлы болу жақсы, қолынан келіп жатса. Ал қолынан келмей жатса, оған ең бастысы жеті мүшең сау, өзіңнің туған жеріңде, өзіңнің отаныңда өмір сүру, дос, ағайын, туыс, бауырлардың арасында өмір сүріп, ең бастысы өзіңнің жағы тұратын жерің бар, киерге киімің бар, ішерге асың бар, айналысуға өзіңнің кәсібің бар, жұмысың бар. Ең басты құндылық осы, әрине денсаулық, тыныштық, бейбіт өмір. Ең байлық осы. Бұл жаңағы рухани байлық шығар. Қыреке, адамның өзін жетілдіру деген мәселе бар ғой. Бір нәрсе оқу, жаңағы сіз айтқандай саяхаттау. Енді оны алдағы уақытқа еншілеп қойыпсыз. Алла қаласа оған жетесіз деп ойлаймын. Жалпы жетілдіруде қандай кітап оқисыз өзіңіз? Оған уақыт бар ма жалпы? Жаңа айтқан күйкі тіршіліктің арасынан. Жақсы адамдармен әңгімелесіп деген сияқты енді әртүрлі бар ғой, білім алудың көздері көп қой енді. Тіл үйреніп болмаса бір ізденіс жалпы. Құдайға шүкір, қазіргі заманның біздің жас кезіміздегі, бала кезіміздегі заманнан ерекшелігі ақпаратты табу қиын емес. Қолдан келгенше, мүмкіндігінше әйтеуір анда-санда бір кітап оқып тұратынымыз бар. Мен енді мына дәп осы даму жайында, мысалы, мына қазіргі жаһандану заманына сай кітаптар оқимын, оқып жатырмын деп айта алмаймын. Ол да бір кемшілігім шығар. Әзірге мен енді өзіміздің классиканы, туындыларын оқып тұруға уақыт бөліп тұрамын. Тілді айтып қалдық қой енді, өзіңіздің жеке басыңызға байланысты. Мектепте орысша оқуға берді ата-анаңыз. Одан кейін қазақшаға көшу оңай болмасы белгілі ғой енді. Сіз колледжге түстім дедіңіз, актерлыққа. Бұл кезде енді ол да орысша болды ма? Ол да орысша. Ол да орысша болды. Жалпы қазақ тіліне деген өзіңіздің ана тіліңізге көшу, сол тілде еркін сөйлеуге қалай қол жеткіздіңіз? Өйткені көп замандастарымыз әлі күнге дейін мысалы комплекс ішкі. Тілде айта алмайды, сөйлей алмай жүреді да, қиналып. Жалпы осыны бір қалай жеңдіңіз жалпы? Енді менде аса бір үлкен бір проблема болды деп айта алмаймын. Өйткені мен өзім біріншіден оңтүстіктің тумасымын. Орыс сыныбында оқығанның өзінде де үйде әрдайым қазақша сөйлейтінмін. Одан кейін енді ортаңның бәрі қазақша сөйлегеннен кейін орыс тілде араласатын адамдарым да көп болды, бірақ туғаннан, ес білгеннен жаңағы қазақ тілді болғаннан кейін одан проблема аса болған жоқ. Енді ерекшелігі енді дәп мысалы өзіміздің қазақ тілінің филологиялық, жаңағы грамматикалық деңгейіне менде енді
түсінікті ғой енді орысша оқыған адамда қандай болатынын. жалпы орысша ойлайсыз ба қазақша ма? Осыдан бір 10-15 жыл бұрын мен әлі орысша ойлап қазақшаға аударып отыратын оймен. Қазір енді құдайға шүкір екі тілде бірдей жетік, сол тілде ойлап, сол тілде бірден жауап беруге жетілдім. Құдайға шүкір. 2008-де ма, 10-да ма сіз Египетке кеттіңіз? 2008-де. 2008-де. Кеттіңіз, арабша барып, діни сауат аштыңыз, арабша оқыдыңыз, иә? Жалпы елден мына өзің комфорт ортаңыздан ана жаққа кетуге бір, ол да бір ізденіс па, қорықпау ма, не бұл? Көп адамдар, мысалы, әріптестеріңіз, екшені, замандастарыңыз ондайға бір тәуекелге бара бермейді да, басқа ел, тіпті басқа қалаға барғысы келмейді, көшіп. Неге кетіп қалдыңыз, не түрткі болды жалпы? Біріншіден, сол кезеңдерде, мысалы 2006-дан бастап, менде творчестволық кризис дәуірі болды. Ол бір. Сосын, енді, жеке өзімнің өмірімде сондай тағы да бір өтпелі, аумалы төкпелі бір заман болып тұрды. Ол екіншіден. Үшіншіден, мен 92 жылы әскерден келген кезде үйдегілер түгел менен басқасы намазға жығылыпты. Яғни өзіміздің ата дініміз исламға келіп. Ол мен үшін үлкен жаңалық болды, күтпеген жағдай болды. Мен әскерге кеткенше ондай жоқ еді. Соң құдайға шүкір жайлап мен де келе бастадым. Исламға деген қызығушылығым ояна бастады. Одан кейін мен 90-шы жылдары бір тойда болдым. Бізде өзбек ағайындар көп тұрады Таразда. Солардың бір махалласында той болып жатты. Олардың тойлары қызық. Маған ұнайтын нәрсесі, мысалы, оларда ер адамдарға бөлек жасайды, әйел кісілерге бөлек жасайды, одан кейін жастарға бөлек жасайды. Сонда ер адамдарға болсын, әйел адамдарға болсын алдында жасалатын тойда ол бір ерекшелігі, ол таң атпай басталады. Кәдімгі. Таңның уақытында, ең таң атқаннан кейін хатым Құраннан басталады. Мен ол кезде музыкант болып, жаңағы аппарат тасып жүрген кезім, жаңағы енді үйреніп. Сол кезде бір кісі Құран оқыды. Ана кісінің оқыған Құраны маған сондай құлағыма майда жақты. Керемет әсер алдым анадан. Содан бастап араб тіліне деген қызығушылық. Шіркін-ай, осы араб тілін игерер ме едім? Жай ғана қарапайым Құранды оқып білсем деген сондай қызығушылық соның бәрі. Соның бәрі жиналып келіп, сол кезеңге келіп тақалды, тірелді. Одан кейін, мысалы, біз 92-ші жылдары мен енді намаз оқып бастадық. Ол кезде намаз оқитын үлкен кісілер енді бірең-сараң болғанымен жастар өте аз болады. Бір-бірімізді көшеде көріп қалсақ, мешітте көріп қалсақ, кәдімгі танымасақ, кім болсын, қай ұлт болсын, құшақтасып амандасатынбыз. Одан кейін 2000 жылдардың басында бір тенденция бір басталды. Ойбай, анау жамағат, мынау жамағат, ана не екен, мынау жағы ағымға бөлініп кетті. Сондай жағы. Енді мемлекет дами бастады, адамды да ақпарат көбейе бастады, сондай ақпараттар шыға бастады. Ол маған өте ауыр тиді. Өйткені мен жақын араласып жүрген кейбір адамдармен мен араласпай қойды. Сен андай екенсің, сен мындай екенсің деп. Мен ол туралы, мысалы, мен діни деңгейде білім өте ол кезде таяз болды. Қазірде мен керемет деп айтамаймын. Соның бәрі сайып келген кезде маған бұл жағынан да өте үлкен ақпараттар керек болды. Сонымен не керек? Мен ұстап тұрған ештеңе қалмады бұл жерде. Тәуекелге салып, өзімнің кішігірім көлігім бар еді. Ол кезде Алматы қаласында тұратынмын. Сол көлігімді сатып жібердім де, соның ақшасына барып 13 ай енді бастан аяқ емес, арасында 6 ай болып келіп, 6 ай демалып болып, қайтадан барып, тағы 7 ай болып қайттым. Және мен діни оқыған жоқпын. Мен тек ол жерде тіл дамыту орталықтары, бізде курстар дейді ғой, сондай орталықта ғана оқыдым. Неге Египет, неге арабша? Көп жұрттың бәрі ағылшынша айтады. Біріншіден ол жерде Еуропаға кетеді, Америкаға барады. Туған ағамның қызы мен ұлы оқып жатты. Және туған әпкемнің ұлы оқып жатты. Ол үшеуі сол жақта болды. Мен солардың қасына бара қойдым.
солармен бірге оқи бердім ары қарай. Енді мен барған кезде олар жаңағы курсты бітіріп, олар кәдімгі Әл-Азғар университетінің жаңағы колледж деңгейінде оқып жатты. Ол деген үлкен көмек. Үлкен бір рухани өміріңізге бір аз қалып келдіңіз ғой, Өте қуанам, өте бақыттымын ол жақта болғаныма. Бала кезден арманым Мысырды көру болған болса, мысалы ол жерде кеңінен тұрып, ол деген мүлдем басқа әлем, мүлдем басқа өмір, көзқарастар. Ол жақта мысалы ұнаған нәрселер де болды, ұнамаған да нәрселер болды, әрине. Сондықтан да өкінбеймін барғаныма. Уақытымды жоғалттым деп айта алмаймын. Өзіме керекті көп нәрсені алып келдім. Өзімнің біраз ішкі сұрақтарыма жауап тапқандай болып келдім. Бірақ араб тілі өте қиын, өте күрделі тіл екеніне көзім жетті. Бір керемет жетістікке жеттім деп айта алмаймын. Өйткені мен о жаққа барған кезде 36 жаста болдым. 36 жастағы адамға жаңа тіл үйрену қиын нәрсе екен. Әрине енді араб тілінде жаңағы харекеттермен жеңіл оқи берем. Құранды өзім оқып, жаңағы бастан аяқ хатым жасай берем. Бірақ араб тілінде бір керемет деңгейде сөйлеймін деп айта алмаймын. Тұрмыстық деңгейде қалып кетті. Және ол жай ғана сол курстар деңгейінде қалды. Өйткені мен бала шағалы, ол кезде 2 қыз бір ұлым бар. Үйлі жайлы болғаннан кейін, үйлі жайлы болған кісіге жалғыз басты барып ол жақта оқу өтті қиын. Бала шағанды асырау керек болды. Сонымен қайтадан келіп, қайтадан өзім салам айтып. Жалпы мына құндылықтарды айтамыз ғой бұл қазіргі кезде енді. Біреу үшін енді осылай жүрген ұнайды, иә, мысалы. Сіз енді бір сәті болып бардым дедіңіз ғой енді. Ал кейбіреулер бар, осы білімді осы кезде жетілдіріп алайын, мысалы үйдің де қажеті жоқ, басқа ұрынып ипотекаға қажеті жоқ деген сияқты. Ақшамды осындай біліммен салайын деп ойлайды да, қазір кейбір жастар сондай толқындар бар осындай. Жалпы осындай ойға қалай қарайсыз? Өте дұрыс қараймын. Яғни капиталды қазір өзіне салып жүреді да. Біз капиталды біздің құндылық бойынша қалыптасып қалған. Біз үй алып алуымыз керек, дүние алып алуымыз керек, машина алып алсақ деп, үйді ремонттап алуымыз керек деп жүреміз ғой, көне материалдық неге, байлыққа. Материалдық деп өз сөз өз мағынасы айтып тұр ғой, ол материал, ол бір күн болмаса бір күн ол тозады. Рухани білім ол шексіз, және ол ешқашан көнермейді, ескірмейді, және оның пайдасы өте үлкен зор. Ал білімді кісі қай жерде болсын өзінің материалдық жағдайын түзеп алады. Өнер адамдарының бір пікір білдіруіне байланысты. Кейбір өнер адамдары болады, әншілер дейміз ба енді. Белгілі елге танылғандар. Кейбір мәселелерде пікір білдіріп жатады. Белсенді түрде, негативті болсын, кейбіреулер тыныш сияқты. Жалпы неге көп осындай өнер адамдары, әншілеріміз көп жағдайда пікір білдірмейді осындай нәрселерде? Пікір білдіруден қашады болмаса? Ол негізі дұрыс, өйткені ол саясаткер емес, әнші, ол өнерпаз. Оның өзінің тұлғалық өнер иесі ретіндегі тұлғалық позициясының өзі бір кішігірім саясат. Бірақ әншілердің көбісі кеше Нұр Отанның парламент сайлауында Нұр Отанның бүкіл жаңағы жарнамасын жасады ғой. Сіз өзіңіз қалай қарайсыз оған? Мен енді шыны керек ондай жаңағы сайлауға белсенді болмай қатыспағандарын шыны керек көп біле бермеймін, ол ақпаратты тіпті қарамаймын да маған кездеседі. Өз басыңызға егер ұсыныс түссе. Өз басыма ұсыныс түссе, ақша береміз десе. Мен әрине бас тартамын одан. Ол керек емес маған. Қызықпаймын ол нәрсеге. Мен ол саланың адамы емеспін. Сол саланың адамы болсам, сол саланың бір маманы болсам, онда ойланып көруге болар еді. Мен ұяламын ондай нәрседен. Қалай өзім білмейтін нәрсеге мен сол жерге бара аламын. Сұрап отқан жайдан жай емес, осыдан 1 жыл бұрын сіздің туған жеріңіз, өңіріңіз Қордайда, Масанчиде, ауылдарда, маңайындағы сондай бір ұлтаралық
дейікші енді қақтығыс болды енді ұлтарақ па енді нақтысын әлі зерттеп жатыр ғой енді бірақ бәрі факт болған факт жағдай ол жаңағы сол дүнген ұлтының өкілдері жаңағы біздің полицияға қол көтеріп көрдіңіз иә видеода мысалы қалай тепкілеп жатқанын одан кейін бүкіл қазақтың балаларын көтеріліп кетіп арты енді үлкен жағдайға барды үй өртенді адам өлді өте сұмдық нәрсе осыған байланысты Құрмаш не дейді жалпы сіз пікір білдірдіңіз ба болмаса енді міндетті емес шығарсыз енді бірақ өзіңіздің азамат ретіндегі ойыңыз сол өңірдің тумасы ретінде сіздің де жаныңыз ауырды деп ойлаймын осындай енді оның үстіне сіз енді басқа тілде де орыс тілінде еркін игердіңіз иә сіз оны өздегі жағдайды да жақсы білесіз менталитетті жақсы білесіз басқа ұлттармен араласып өстіңіз жалпы осыған сіздің ойыңыз қалай өйткені осы 78-інде болды осы оқиға өткен жылы ең бірінші айтып кететін нәрсе мен ешқашан өз көзіммен өз құлағыммен естімеген нәрсеге кіріспеймін ол бір бұл мен үшін өзгермейтін қағида ол біріншіден екіншіден біз бағаналы бері айтып отқанымыз мысалы кез келген адам ғаламтордағы ақпаратты фильтрлап алу мәселесі полицияны жаңа жастардың ұрып жатқанын көрдіңіз иә енді өз басым мысалы мен толерантты көзқарастамын деп есептеймін мен ұлтқа бөлмеймін жерге бөлмеймін басқа дінге де бөлмеймін иә мысалы сіз де солай шығарсыз деп ойлаймын бірақ енді көп адам олай деп қарамайды ол біздің қазақтың полицейін ұрып тұр деп қарайды да мысалы мемлекеттің жаңағы тәртіп сақшысына қол көтеріп тұр деген сияқты соған келгенде тәртіп сақшыдан бұрын қазақ азаматына деп тұр деп ойлайды ау көп адам енді деп ойлағаны бір жағынан дұрыс та шығар өйткені ол өзінің отанда өзінің ұлтын өзінің жерінде өмір сүріп жатқан адамға қол жұмсау тіпті қандай кез келген адамға қол жұмсау ол дұрыс емес ол жазалану керек міндетті түрде бірақ кіммен жазалану қалай жазалану ол бөлек мәселе оны кім жазалайды қалай жазалайды жалпы өзіңізді осы қазіргі жағдайда не мазалайды жалпы біздің елімізде осы қоғамда біріншіден бұл тіл мәселесі қазақ тілі өйткені тіл ол ұлттың бір көрсеткіші ол ұлттың бір ең үлкен бір бет келбеті ұлттың тағдыры бұл бір әрине сосын тұрмыстық ахуалы ой өрісі осы мәселелер азды көпті мені мазалайды осы елдің азаматы ретінде армандаймын адам жаралған соң нақты арманыңыз адам болып келдім өмірге адам болып кету өмірден сол арман кездесу мен қоштасу деген әніңіз бар өте керемет ең қымбат кездесуіңіз адамдардың арасында иә және қоштасқан адамыңыз мұндай кездесулерім құдайға шүкір өте көп және оның ішіне бүйтіп менің ұстаздарым мысалы мен үлкен сахнаға шықпай жүріп мен жай ғана қарапайым тыңдарман болдым ғой менің де мысалы өзіме өнер саласындағы өзім соған жақын болғаннан кейін қадір тұтқан тұлғаларым болды солармен кездесуім мен үшін мысалы осы күнге дейін мен айтамын мысалы кеңес дүйсекеев мен өте қатты құрметтейтін өте жақсы көретін өзім өте ерекше жақсы көремін адам ретінде қатты жақсы көретін марқұм өкінішке орай қайтып кетті мынау былтыр пандемия кезінде мен 97 жылы жас қанатқа қатыстым одан Азия дауысына қатыстым кеңес аға қазақ концертте көркемдік жетекші болып жұмыс істейтін сол кісі мені сол қазақ концертке шақыртты басшылық қайтып мені шақыртыпты оны кейін мен білдім соған қатты қуандым өйткені ондай масштабтағы кісі мені шақырту ол деген мен үшін үлкен бір құрмет үлкен кездесу дейсіз ғой өмірдегі иә үлкен кездесу қоштасу ше
маған кез келген қоштасу ауыр тиеді. Өйткені мен анандай эмоцияның адамын деп санаймын өзімді. Мен эмоция бала кезден сол көп нәрсені эмоциямен қабылдаймын. Менде ностальгия өте көп болады. Уақыт өтпелі. Осыдан 10 минут бұрынғы сәт ол тарих. Сүйгенім болса не арман деген өлеңіңіз бар еді. Тақырыбын нақты білмейді екен бірақ. Бұлай қарап отырсаң жеңіл тақырып, бірақ өте күрделі тақырып. Қызық жағдай, бұл әннің шығуының өзі үлкен бір қызық, талай айтылған. Енді оны тарқатпай ақ қойын. Жалпы айтқанда, Алла тағала бізге сезім деген керемет нәрсе берді. Махаббат. Махаббатсыз дүние бос. Ол хақиқат. Ол өзгермейтін қағида. Барлық нәрсе махаббаттың арқасында ұсталып тұр да. Тағы бір әніңіз бар, аңсарым, иә? Ол да өте бір үлкен, әлде көп адам жақсы көреді. Ол әлде өлмейтін әннің біреу деп ойлаймын. Осындай аңсарын аңсайтын адамдарыңыз, өмірде көрсем дейтін адамдарыңыз көп па? Иә, өте көп. Енді ол да Құрмаштың әр жас мөлшеріне байланысты. Ол осыдан 10 жыл бұрын басқа еді, осыдан 20 жыл бұрын басқа еді. Аңсарымның да өзінің бір тағдыры бар, ол әннің де өзінің шығу тарихы бар. Негізі менің репертуарымдағы қай ән болмасын, өзінің керемет тарих тағдыры бар. Ол деген әрқайсысының өзі бір ұзақ әнді. Сондықтан әрине аңсайтын адамдарым бар. Өкінішіңіз бар ма жалпы? Өкініш деп айта алмаймын, әттегенейлер бар, әрине. Бірақ оған түңіліп, болмай қалды деп бүгінгі күніме, бүгінгі Құрмашқа оның ешқандай кедергісі жоқ. Әттегенейлердің. Тек қамшылау. Негативсіз ба, позитивсіз ба? Қазіргі Құрмашта позитив басым. Рахмет, бізде қонақта болған Құрмаш Маханов біздің ағамыз, бауырымыз, өнердегі осындай өзінің риясыз сезімін, риясыз әңгімесін айтып берді. Сізге көп рахмет, бізге осындай уақыт бөліп көрермендеріңізге қауышқаныңызға. Жаңа айтқан өзіңіз бар армандарыңыз орындала берсін. Амин. Әндеріңіз барлығы мәңгілікке өлмейтін ұзақ ғұмырлы болсын деп тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз тамам болды. Сұхбат көріп шыққаннан кейін ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бізді Амиша ТВ арнасынан көріңіздер.